мешіттің фонында азан шақырған уақытта сыра ішіп, оны видеоға түсіріп, өзімнің жеке Instagram және TikTok желілеріндегі парақшаларыма салып едім. Соның ішінде мына Instagram желісіндегі постымның астында комментарийлерде адамдар құсып жатыр. Біріншіден, бұл менің жеке парақшаларым, ұнамасам подписка жасап өте беріңіздер. Екіншіден, заң бойынша белгіленген өзінің сол рұқсат етілген жерлерде сыра ішу немесе басқа да алкогольді ішімдіктерді ішу заңға қайшы емес. Үшіншіден, кез келген дінді ұстану немесе ұстанбау әр азаматтың құқығы. Яғни мен ешқандай заң бұзған жоқпын. Содан кейін мына арабтың әсем әуенінен ләззат алып іштім. Енді көбіңіз айтасыздар, ол ешқандай әуен емес деп. Осы арабтың әуені кезінде мен үшін де қасиетті болған. Бірақ ол мен үшін тарих қазір. Мен дінде емеспін. Және де маған жазған немесе хабарласқан адамдардың көбі жұма күні күндіз жуынып жұмасына барады, кешке жұмабайын жуады деп жүріп. Сыраны, басқа да алкогольді ішімдіктерді литрлеп ішеді де, азан шақыра қалса, мүләйімсініп, муслим бола қояды, тақуалығы. Білмеймін қай жерінен, бірақ бір жерінен бетке шығады әйтеуір. Ол тақуалығын жұмабайын жуып жүргенде қай жерге тығып қоятынын білмеймін. Керек кезде ғана бір жерден шығарып алатын сасық тақуалық кімге керек? Кімді алдап жүрсіңдер? Сондықтан маған ақыл айтпастан бұрын өздеріңіз бір жағына шығып алыңыздар. Яғни діннің тілімен айтқанда мұнафықсыздар. Не анда да жоқ, не мында да жоқ. Екі көтен болып жүрсіздер. Және де кейбір адамдар жазды, мұсылмандар сені соғып кетпесін, әйтпесін, бүйтпесін. Олар соғып кететін болса, басқа адамға қиянат жасайтын болса, қаншалықты тақуа мұсылмандар. Немесе ислам діні адамды өлтір дейме. Олай болса, қаншалықты бұл дін бізге керек, қазаққа. Және де менің осы әлемдегі суретімде бұндай агрессия жоқ. Құдай менің жүрегімде. Құдай мен үшін аспанда емес, кітапта емес, мешіттің ішінде емес. Құдай менің жүрегімде. Мен жүрген жердің бәрінде Құдай. Сондықтан уайымдамаңыздар. Және де осы посттың арқасында менен көптеген адамдар подписка жасады. Яғни қазір менің тіркелушілерім емес. Керемет. Осы арқылы мен өзімнің айналамды тазартып алдым. Және де менімен көп жылдар бойы дос болып жүрген адамдар, сыраны литрлеп ішетін адамдар маған ақыл айтып, мен оған көнбегесін мені блокқа тастады, менен подписка жасады. Өте керемет. Бұл менің келесі сатыға өтуіме, әрі қарай дамуыма үлкен көмек. Себебі өзіңе керек емес жүкті арқалап жүрген әрі қарай адамның дамуын тежейді. Яғни қазір мен жеңілденіп қалдым. Және де осы посттың арқасында маған кейбір адамдар жазып жатыр, қолдап жатыр, және де өзінің көмектерін беріп жатыр, ұсынып жатыр. Бұл өте керемет. Өзіме сәйкес адамдарды кезіктіріп жатырмын. Ең маңыздысы, осы постты салудағы менің ең басты ниетім өзіме деген шынайылығымды шыңдауым. Яғни өмірде қандаймын, осы Инстаграмда және ТикТокта, басқа да жерлерде сондай бола алам ба деген өзіме қойған сұрағым. Өзімді қайталап айтамын, шыңдауым. Өмір керемет, тамаша. Бақытты болайық, бай болайық.